Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Гаухар бүгін жолдасым бізге тауық етінен ерекше маринадталған кәуапты жасайды. Видеоны соңына дейін қараймыз. Алдымен видеодағыдай қызанақты әдемілетіп, дөңгелетіп турап аламыз. Дәл ортасынан бөлсеңіз де болады. Алдын ала тауық етін біз осылай видеодағыдай турап алдық. Сонымен қатар 2 пиязды да қақ төртке бөліп, осылай әдемілетіп, жұқалатып, турап шығатын боламыз. Тауық етіне енді туралған қызанақтарымызды қосып, араластырамыз. Одан кейін дәмдеуіштерді қосамыз, яғни шашлыкке арналған, тауық етіне арналған дәмдеуіштердің барлығын осылай қосып шығамыз. Дәміне қарай тұз бұрышымызды қосып араластырамыз. Енді 2 ас қасық қана майонезді қосамыз. Бұл кәуаптың басты ерекшелігі біз газдалған сумен маринадтаймыз. Үстіне батып тұратындай минералды суды құйып 3-4 сағатқа алып қоямыз. Мінекей 2-3 сағат уақыт өтті. Енді кәуаптарымыздың 2 жағы қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Достар, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Кәуаптарыңыз өте дәмді, балғын болып шығады. Лайк басып мені қолдап қойсаңыздар. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.